Бұл бөлім не туралы? Бұл бөлімде біз не айтамыз? Қарашы, баламен жұмыс істейтін кез келген адам, ата-ана, қамқоршысы, тәрбиешісі немесе мұғалім, жалпы баламен баламен қарым-қатынасқа түсетін кез келген адам баланың белгілі бір заттарына жауапты. Және оны күтуге, оны бағуға ғана емес, сонымен қатар оның істейтін әрекеттеріне және сол бір қандай ортада болатындығына жауапты. Дәл осы бір орта, дәл осы бір әрекеттерді ұйымдастыра алу баланың бойында белгілі бір дағдыларды, белгілі бір оның бойында қасиеттерді дамытады. Осы бір техникаларға, осы бір әдістерге тоқталатын болсақ, бұл жердегі ең негізгі басты заттардың бірі ол баулу. Кәдімгі мынау еңбекте баулу деген сияқты баланың белгілі бір әрекетін істеу. Яғни баулу дегеніміз белгілі бір әрекетті әдетке айналдыру. Мысалға, біз күнде бір затты істеу арқылы, күнде мысалға төсегімізді жинау арқылы, күнде түсімізді жуу арқылы баланы белгілі бір заттарға баулимыз. Осы бір түрлі бағытта баулу арқылы біз баланың болашақ былайша айтқан кезде фундаментінің кірпіштерін қалап жатырмыз. Осы арқылы балада бағанағы нақты әдеттер қалыптасады. Осы жерде Макаренконың тәрбие деген не деген анықтамасы келеді. Ол кісі не дейді? Тәрбие дегеніміз белгілі бір қалыптасқан әдеттердің жиынтығы дейді. Келесі бір әрекеттердің бірі не? Ол жаттығу. Жаттығу мен баулу екеуі әдіс ретінде өте қатты ұқсауы мүмкін, бірақ жаттығудың ерекшелігі тура солай. Белгілі бір әрекетті сан мың рет қайталаудың нәтижесінде автоматизмға жеткізу. Ол бізге не үшін керек? Осы бір автоматизм біздің бойымызда белгілі бір қасиетті қалыптастыру үшін. Яғни ана жерде біз бағана еңбекке баулуда бізге еңбектің өзі керек болатын болса, ана жерде белгілі бір жаттығуды істеу барысында біз сол жаттығудан кейінгі алатын нәтижені көздейміз. Мысалға, бұда жаттығу көбінесе мектеп жасындағы балалармен жиі қолданылады. Мысалға, олар сурет салу арқылы, олар сурет салуды үйренбейді. Оларда ондай көркем өнерге баулу деген жоқ. Олар сурет салу арқылы, бір жаттығуды істей беру арқылы не істейді? Олар өзінің бойындағы бір сұлулықты, бір эстетикалық қабілеттерді қалыптастыратын болады. Және болашақта ода таңдау қабілеті. Мысалға, қарапайым үйіндегі жиһазын таңдаудан бастап, жарын таңдауға дейін бағанағы кірпіштері сол кезде қаланғанын алып шығады. Енді келесі бір зат ол ситуация. Түрлі бір ситуацияны құрастыру. Түрлі бір ситуацияны ұйымдастыру арқылы біз баланың осындай бағанағыда айтқандай іс-әрекеті мен қарым-қатынасын ұйымдастыра аламыз. Ситуация дегеніміз бұл баланың ішкі мүддесі, яғни ішкі қажеттіліктері мен сыртқы мүдде, яғни бір қоғамның немесе бір әйтеуір кісінің мүдделерінің қақтығысы. Осы екі қақтығыстың арасында бала үнемі таңдау жасау керек болады. Және таңдаудың салдарынан ол белгілі бір жауапкершілік алу керек болады. Біз осы ситуациясына мүмкіндігінше баланың құрастыра алатын болсақ, және сыртынан бақылай алатын болсақ, араласпайтын болсақ, бала шынымен де осы ситуацияда бағана іс-әрекет пен қарым-қатынас дағдыларын ала бастайтын болады. Мынандай бір мысал келтіріп көрейік. Баланың ойыншыққа таласуы. Үйіңізде тетелес екі бала бар дейді. Немесе сіздің үйіңізде балаңызға қонақ бір бала келді. Сөйтіп олар ойыншыққа таласады. Біз не істеуіміз мүмкін? Сол бір ситуацияға араласып, өзіміздің ата-аналық билігімізді қорғап, қонақтың алдында ойыншықты баламыздан тартып алып, немесе алдап алып, әйтеуір бір келіссөздер жүргізіп жатып, немесе күш қолданып балаға беруіміз мүмкін. Бұл кезде біз ситуацияны, табиғи пайда болған ситуацияны бұзып тұрмыз. Ал біз керісінше ата-ана, тәрбиеші, қамқоршы ретінде осы бір ситуацияларды мүмкіндігінше жасау керекпіз. Өйткені осы бір ситуациялар балада модель поведения дейді, яғни белгілі бір әрекеттердің моделін қалыптастырады. Ертең болашақта осындай бір ғана ситуация баланың дұрыс таңдау жасауына алып келуі мүмкін. Мына бір затты біз қатты түсінуіміз керек. Тәрбиелді біз әдетте кімді айтамыз? Белгілі бір әрекеттерді істейтін, жақсы әрекеттерді, және белгілі бір жаман әрекеттерді істемейтін адамды айтамыз. Яғни ол ешкімге нұқсан келтірмесе, біз оны тәрбиелейін дейміз. Бірақ мәселе неде? Бұл тәрбиелі деген ұғымға ересектердің көзқарасы. Баланы тәрбиелі, тәрбиесіз болып, оны бір жақсы жаман әрекет істеуімен өлшенбейді. Мысалы, бір бала бір жаман әрекет істеп жатса, біз оны тәрбиесіз деп айтуымыз әбестік болып танылады. Тәрбиелік басқа затпен көрінеді. Бұны түсіну үшін Саммерхилл деген мектепте болған бір оқиғаны айтып берейін. Ол жерде бір бала сабақ кестесінің өзгеруіне байланысты, сол жердегі олардың демалысының, сол жерде ұйымдастырған заттардың өзгеруіне байланысты қатты ашуланады. Қатты ашуланған соншалық ол таспен алады да мектептің терезесін сындырады. Қасына директор келеді. Елестетіңізші. Енді ситуация ғой, бұл кәдімгі табиғи пайда болған ситуация. Бала не істеу керек еді? Бала біздің балалар болатын болса қашып кетуі мүмкін, директордан ұялып қалуы мүмкін, сол бір әрекетін тоқтата қалуы мүмкін. Ана жерде баланы қараңызшы, екіжүзділік жоқ, ол ары қарай тасталып терезеден шыға береді. Директор ешқандай ситуацияны бұзбайды, сыртынан бақылап қарап тұра береді. Анау әбден бір 2-3 терезеден шығып болғаннан кейін, сабасына түсіп, директорға келеді де, мына терезелер қанша тұрады дейді. Директор бұлардың бағасы осынша деп айтады. Сол кезде бала менің әке-шешеммен бізге жіберетін қалта ақшасынан осының шығынын ұстап қалыңыз дейді. Баланың әлемінде тәрбиесіздік деген, тәрбиелік деген жаман әрекет істемеу емес, ол сол өзінің істеген әрекетінің таңдауы арқылы барып, саналы түрде оның жауапкершілігіне дайын болуы. Баланың бұл іс-әрекетімен қарым-қатынасын ұйымдастыру үшін, жалпы осы бір ситуацияларды құрастыру болсын, бағанағы баланың бір затқа баулу болсын, оның жаттығуларын ұйымдастыру болсын, бізден екі затты талап етеді.
Біріншісі жүйелілікті. Яғни біз белгілі бір жүйені бұзбай сақтай аламыз. Екінші бір зат, ол бізден уақытты талап етеді. Яғни біз қаншалықты әдістемелік тұрғыдан дұрыс жұмыс істейміз және уақыт беру, балаға үйренуге шанс беру. Мынандай болмайды, сіз бір ситуация құрдыңыз, бала бірден бітті, соны үйреніп кетті. Немесе сіз бір затқа баулыдыңыз, болды, сонымен мәселе шешіліп кетті, болмайды. Сізден нені? Табандылықты, жүйелікті талап етеді. Сіз уақыт беру керексіз. Ода сол бір әдеттің, дағдының қалыптасуына, мінезінің бойына сіңуіне уақыт керек. Және сол уақытты сіз оған бере алу керексіз. Бізде қалай болады? Әдетте балаға тіпті қарапайым сұрақ қояды. Ол сұрақтың балаға ойлануға мүмкіндік бермей, бірден өздері жауабын айтып, осының өзін білмейсің бе деп эмоциялық қысым жасап жатуы мүмкін. Және бір мынандай зат айта кеткіміз келеді. Осы жалпы баланы бір затқа баулыған кезде біз не істейміз? Балаға жаттығу құрастырған кезде де біздің ой көздеген затымыз не? Немесе бағана ситуация табиғи немесе жасанды болған кезде біз әйтеуір баланың әрекетін көздейміз. Әрекетінің өзгергенін қалаймыз. Бұл бір дұрыс әрекет істеген қалаймыз. Енді қараңыз, балада белгілі бір ой бар және белгілі бір әрекет бар. Мына ой оның мына әрекетіне әсер етіп тұрады деп ойлаймыз. Яғни біз оның ойын өзгертсек, әрекетін өзгертеміз дейді. Осы үшінде біз не істейміз? Көбінесе оның ойына әсер ету үшін түрлі лекция, нотация оқып кетеміз. Бірақ біз не деп жатырмыз? Алдыңғы сабақта айтылғандай, мына оның ойының пісуі, оның санасының қалыптасуы сөз тәрбиесіне, бағанағы айтылған алдыңғы техникаларға байланысты. Енді бүгінгі айтылып жатқан, яғни оның іс-әрекетінің, қарым-қатынасының ұйымдастырылуы бүгінгі мынау баулу, жаттығу, ситуация құру дегендерге байланысты. Енді осы бір ой мен әрекеттің арасында тағы бір ұғым бар, ол интерфейс. Ол не деген сөз? Адамның ойына әсер етпей-ақ, оның әрекетіне әсер ете алу. Бұған түрлі ересектердің өміріне мысал келтіруге болады, бірақ балалардың өміріне мысал келтіріп көрейік. Сіздің балаңыздың тамақты қалай ішетіндігі, қай қолмен ішетіндігі, сіз қасықты, ыдыс-аяқты қалай қойғандығыңызға байланысты. Баланың сабақты қалай орындауы, қалай жазуы сол бөлмедегі жарыққа, орындықтың, үстелдің биіктігіне байланысты. Осы бағытта да, яғни оның сыртқы ортасын ойластыруды да көңілге алып бір басымдық беріп көргейсіз. Бұған мынандай бір қарапайым қазақи мысалдар келтіріп көрсек болады. Мысалы, қазақтың тәрбиесінде, қыз баланың тәрбиесінде, мысалы, жұлынбай жүрме деп қазір біз айтамыз ғой қыз балаларға. Ол кезде қатты онда айтылмаған. Егер біз белгілі бір мақал-мәтелдер немесе сондай бір айтылған сөздер іздейтін болсақ, қатты көре бермейміз. Онда неге қазақтың қыздары сондай бір жұлынбай, байсалды болып жүре алды? Қарапайым тұрғыда шашпаулар немесе жаңағы шолпы. Бұл қыз баланың шашына тағылған кезде ол еріксіз, бағанағы интерфейстің себебімен ешқандай ой өзгермейді. Мен өстіп әдепті болуым керек деген ой жоқ, бірақ ана интерфейс оның әрекетінің өзгеруіне алып келді. Біз ата-ана ретінде осы бір интерфейстерді ойластыра алсақ, бұл да біздің осы бір қарым-қатынасты ұйымдастырудағы керемет техникаларымыз болар еді. Сабақтың тапсырмасын орындап, келесі сабаққа дайын болыңыз. Іске сәт.